Өмір жайлы сұрай берме сен менен, өмірді мен зерттеп әлі көрмеп ем. Өмір жайлы не түсінем мен деген, өмір жайлы сұрай берме сен менен. Я, осылайша өз өмірін өлеңмен өрнектеген қазақтың бір туар ақыны Мұқағали Мақатаевтың туғанына биыл міне 90 жыл толып отыр. Бәріміз де оның өлеңдерін оқып, жаттап өстік. Хакім Абайдан бастап, Мағжан, Қасым, Мұқағали сынды ақындарымызды қазақ әдебиетіндегі ерекше құбылыс деп қарауға болады. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Мен Дүйсенбаева Гүлнұршат Құдиярбекқызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы боламын. Бүгінгі сабағымды ұйымдастырудағы мақсатым ұстаз ретінде студенттерімнің таңдаған кәсіби мамандығы медицина саласы болса да, жас буынның поэзияға деген қызығушылығын, құрметін арттырсам деген ниет болатын. Студенттерге үй тапсырмасы алдын ала берілді. Мұқағали Мақатаевтың ақындық әлеміне кім қалай саяхаттады және де кім қандай әсерде болды екен? Бірге көрейік. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсенде, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғында жан барсың ба, ойланбай-ақ кел дағы от ал менен. Отан, отан, сен болмасаң нетерім, мәңгілікке бақытсыз болып өтерім. Өмірден бұл өксіменен кетерім. Құс ұясыз, жыртқышынсыз болмайды. Отансыз жан өміріңде оңбайды. Өзін өзі сорлайды да қорлайды. Күн көреді әкесізде анасыз, өмір сүрер әйелсізде баласыз. Ал отансыз нағыз сорлы панасыз. Бүгін менің туған күнім ой пәләй, мына адамдар неге жатыр тойламай? Банкет жасап берер едім өзім-ақ, тәңірдің бір жарытпай-ақ қойған-ай. Мына адамдар неге жатыр үндемей, алаулатып тойдың шоғын үрлемей? Құшақ-құшақ күл-шоқтан лақтырып, мынау шапан, мынау атың міндемей. Мына жұртқа жақпады ма әлденем, бекер өмір сүргенім бе әлдемен? Халқым сенің қасиетіңді білем деп, босқа уақыт өттім екен әуремен. Айтамын деп қуанышым мұңымды, басқанаға бұрдым бәлде жырымды. Мен бәрібір өзіңменен бір болам, өзегіне тепсең дағы ұлыңды. Ғашықпын, шын ғашықпын сол адамға, мен болмасам болмайын сол аман ба? Ол тәңірім, неткен жан қайрылмайтын, жүрегі етсем бәлде қол адам ба? Ғашықпын, қайтып оны жасыралам, бір алтын оның әр тал шашымаған, сағынайын таусыла сағынайын, сағынышқа жаралған ғашық адам. Бақыт деген не өзі? Деп бастады топ таласты, бірі оны үйден іздеп, бірі қырдан әр асты, бірі айтады. Бақыт деген барлық байлық емес пе, керегінше киіп ішсең, бақыттысың емес пе, бірі айтады. Жоқ, бақыт деген қолың жетпес мансап қой, жұрттан гөрі жүрсең ерек, соның өзі жақсы ат қой, бірі айтады. Бақыт деген жүйрік мініп той тойлау, ісің болмай күйбең менен, қарын тойса карт ойнау. Бірі айтады. Бақыт деген адал жан мен перзент қой, ынтымаққа ырыс келген, ол да соған емек қой. Пікірлердің таласына осылай мен жолықтым, бақыт адам баласына келмес оңай соңықтым. Безбемін мен баладан да, байлықтан да, жырдан да. Мансап етпес бар адамға үлестіріп алғанда, үміт үзбей іздейді олар тыңдап, сол бір жақытты оны алыстан іздемеген. Жүректен тап бақытты. Бүгінгі танымдық сабағымды Әбіш Кекілбаевтың мына бір кереметтей пікір білдірген сөздермен аяқтағым келеді. Мұқағали Мақатаев адамдар арасындағы, өмірдегі, табиғаттағы жарастық пен келісімнің жыршысы. Оның өлеңдері шын тебіреністен, шын шабыттан, шын күйзеліс пен шын қуаныштан, шын сағыныштан туған. Ғасыр ақыны Мұқағали Мақатаевтың туғанына 90 жыл толу мерейтойы тағы да құтты болсын. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.